Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біз сіздермен тағы да өте керемет тақырыпты өтетін боламыз. Ол функция деп аталады. Функция дегеніміз белгілі бір әрекетті орындайтын объект болып табылады. Функцияға мысал ретінде біз өзіміз күнделікті қолданып жүрген printті алсақ болады. Яғни ол не істейді? Ол біз ішіне жазған текстті, яғни мәтінді экранға шығару үшін арналған функция болып табылады. Дәл сол сияқты input, int, str, list, dict, оның барлығы да функция болып табылады. Және біз де осындай функцияларды өзіміз жасай аламыз. Функциялар белгілі бірнеше аргументтерді қабылдай алады, немесе ешқандай аргументтерсіз де жұмыс істей бере алады. Алдымен аргументтермен жұмыс жасап көрейік. Екі санның көбейтіндісін табатын функция жазайық. Функцияны ашу үшін алдымен def деген кілттік сөзді қолданамыз. Осыдан кейін функцияның атауын береміз. Мalt деп қоя салайын. Ішіне екі аргумент берейік. A және B. Қос нүкте қоямыз дағы. Ішіне не істеу керектігін жазамыз. Бұл бізге қайтарсын екі санның көбейтіндісін. Қайтару үшін return деп жазамыз. Return A көбейтілген B-ді қайтарсын. Енді осы функциямызды қолданып көрейік. Malt функциясын шақырамыз және екі аргументімізді береміз. 10 және 5 болсын. 10 келеді дағы A-дің орнына түседі, 5 келеді B-дің орнына түседі. Сонда қайтарып береді бізге екеуінің көбейтіндісін. Қосып көрейік. Міне, 50 шықты бізде. Сонымен қатар бұны былай да жазсаңыздар да болады. Ішіне жаңа бір айнымалы ашып, екі санның көбейтіндісін алайық та. Мұнда жазып, қайтарсын st. Осылай да болады. Сонымен қатар тағы бір айнымалы ашып, оған мұна функцияны жазып, екі санды беріп, принтқа осы айнымалыны да шақырсақ болады. Міне, бұлай да істей береді. Енді біз бұл жерде бір ғана аргументті де берсек болады. Мысалға A-ді ғана. Қайтарсын бізге A-дің квадратын. Міне 100. Осылай бір ғана аргументті де берсек болады. Немесе 3 аргументті берсек болады. 2, 1, 2. Мұнда A көбейту B көбейту C және ABC. Міне, үшеуін көбейтіп шықты. Бағанағы айтқанымдай, енді аргументтерсіз жұмыс істеп көрейік. Экранға hello деген сөзді шығаратын функция ашайық. Аты hello боласасын. Hello. Ешқандай аргументте бермейміз. Аргументте отырғанымыз мына ішіндегі мәндері. Мұнда print hello болады. Егер біз мұна hello-ды шақырсақ, бұлай. Ол бірден мұна printті орындайтын болады. Қазір көрсеңіздер. Мінеки. Hello деп экранға шығарды. Келесі бір мысал, біз көрсеткен адамның атын экранға шығаратын функция жасайық. Функция атауы print name болсын. Және ол қабылдайды бізде name'ді. Экранға шығарады name'ді. Мұнда жазамыз print name. Print name. Ішіне текст береміз.
айдос бола салсын. Қосатын болсақ, айдосты шығарды. Ал егер ішіне аргумент көрсетпесек не істер екен? Онда бізге қате береді. Мұндай жағдай болмау үшін біз мына жерге былай деп жазсақ болады. Name тең болады default дей салайық. Сонда бізде егер мұнда айдос болса, айдос шығарады. Ал егер түк жоқ болса, дефолтты шығарады. Мінеки достар, дәл осындай енді көрсетілген адамның атына байланысты сәлемдесетін функция жасасақ та болады. Мұнда hello дей салайық. Hello name. Мінеки былай қойсақ та болады. Hello айдос, hello default болып қалды. Біздің жазған функциямыз басқа да программистерге түсінікті болу үшін, біз осы функциямыздың қалай жұмыс істейтіні жайлы анықтама жаза аламыз. Мысалы, анықтамалар қалай көрсе болады? Help деп, print деген функцияның қалай жұмыс істейтіні жайлы білуге болады мысалға. Яғни ол мынандай аргументтерді қабылдайды, былай жұмыс істейді деп, мына жақта жазылып тұр. Дәл сол сияқты input-тың қалай жұмыс істейтінін жайлы білсе болады. Sum функциясы қалай істейтінін көрсе болады. Яғни sum ол белгілі бір айнымалыларды бір-біріне қосып, суммасын экранға шығарады. Мінекей сол жайлы жазылған. Енді осындайды өзіміз жасап көрейік. Print name. Мынаны өшіре салайын. Ішіне осы функция жайлы анықтама жазу үшін үш рет апостроф қоясыз. Асқа түсесіз дағы, енді ары қарай жаза берсек болады. Мысалға docstring дей салайық. Docstring функция жайлы input бар ма? Input жоқ мұнда. Output бар ма? Output Outputқа не шығады? Hello деп шығады. Hello name деп шығады. Және аяқтаған кезде апострофты үш рет қайтадан қоямыз. Енді осы функция жайлы білу үшін help деп жазамыз. Print name функцияның атауын береміз. Print name. Қосатын болсақ, мінеки, бағанағы біз жазған ақпаратымызды шығарып берді. Енді бұны басқа да программистер оқу арқылы бұл функция қалай жұмыс істейтіні жайлы толық ақпаратты біле алады. Енді біз жазған мәтін палиндром екендігін тексеретін функция құрастырайық. Палиндром дегенді білесіз, алдынан оқса да, артынан оқса да бірдей оқылатын сөздер болып табылады. Функция ашайық, isPalindrom. Ішіне береміз біз текстті. Қайтарсын. Текст тең болса, аударылған текстке аудару үшін бетеміз да -1 дейміз. Төңкеріп тастадық. Енді экранға шығарайық. isPalindrom мәтін береміз ішіне. Қазақ true палиндром екен.